жоқ сен қашан қоясың, бір күн шықсаң оң жоқ болып кетуің да. Енді жоғалмаймын деп бүгінгі үйдің тірліктеріне кірісіп кеттім. Осылай диванның үстін жинап шықтым. Бала шағасынан қол тимей жатыр ғой, мына телевизор азынан кешке дейін қосылып тұрады ғой. Бала шағадан қол босамайды ғой. Енді озвучка жасап видео салайын десем, сіздерден поддержка аз болады. Давайте маған поддержка беріп кетіңіздер. Күнде видео салып тұрамын. Осылай үй жинап жүрсем, бүгін қонаққа баратыным есіме түсіп кетті ғой. Үйде бала шағамен отырсаң да қонаққа бару бірінші орында тұрады. Осылай шашымды тез жуып кептіріп алдым. Кеткізіп әп-әдемі қылып боянып алдым да, Пиндодадан алған абадогымға қараңыздар, осындай жерінде шашақтары бар. Шашымды как всегда осылай күштілеп бюролап алдым ғой. Апам бүгін қонаққа келіпті ғой, біз де сөйлетеді қазір. Не деп жатыр мынау қонаққа келгенін айтып жатыр. Осылай құрдас келіншектерімізбен жолығып, енді келіп сіздерге қызықтарын айтайын деп отырсам, мына жақта газым сөйлеп тұр ғой маған. Ой, тойлап болдың ба, жу енді бізді. Байықса жуылмағандардан қанша болған өзі. Қазір 6 секундта тап-таза қыламын сендерді. Қой, сөйлете бермей, бұлар жуып тастайын дедім да, тез сифті алып құйып, осылай тап-таза жуып шықтым. Енді давайте тамаққа кірсек, бүгін бізде голубцы сорпа істеймін. Аха, болады, енді өйстіп қойсаң болады екен ғой. Бізді қызып тұрған майға саласың ба енді? Тез түсіңдерші, сөйлей бермей. Тамақ істеу керек қой енді. Ана фарштарыңды қыстап тықпа бізге. Жынды ма сендерге тықпай не қайға тығады енді? Голубцилар, келіңдер тез-тез.